Армысыздар достар, hi friends. Ағылшын тілін мотивациялық сөздердің көмегімен үйрететін English plus Motivation авторлық жобам бүгін 6-шы сабақ. Сонымен бүгін үйрететін ағылшынша нақыл сөз. Being miserable is a habit. Being happy is a habit. And the choice is yours. Авторы Том Хопкинс. Қазақша мағынасы бақытсыз болу әдет, бақытты болу әдет, ал таңдау сіздікі. Құрметті достар, енді сіздерге түсінікті болу үшін әр сөзге жеке тоқталайын. Being болу, miserable бақытсыз, is көмекші байланыстырушы етістік аударылмайды, белгісіз артикль аударылмайды, habit әдет, дағды. Being болу, happy бақытты, is бұл байланыстырушы көмекші етістік аударылмайды, белгісіз артикль аударылмайды, habit әдет, дағды. And бұл жерде ал деп аударылып тұр. Екінші мағынасы және. The белгісіз артикль аударылмайды, choice таңдау, is көмекші байланыстырушы етістік аударылмайды, yours сіздікі, сенікі. Енді құрметті достар, егер араларыңызда осы бейне жазбаны алғаш рет көріп тұрған адам болса, өзін таныстыра кетейін. Менің толық аты жөнім Ернат Мелісұлы. Мен ағылшынша тіл сындыру кітабының авторымын. Бұл кітап ағылшын тілін қазақ тілі арқылы үйрететін және түсінікті, ұғынықты, тиімді әдіс-тәсілдермен үйрететін кітап. Бағасы бар болғанда 3500 теңге. Осы бейне жазбаның астына комментарий қалдыру арқылы тапсырыс бере аласыздар. Алсаңыздар өкінбейсіздер. Сонымен бүгінгі нақыл сөзді тағы бір қайталайық. Being miserable is a habit. Being happy is a habit. And the choice is yours. Том Хопкинс. Яғни, бақытсыз болу әдет, бақытты болу әдет, ал таңдау сіздікі, сенікі. Яғни, бақытты болғыңыз келе ме, әлде бақытсыз болғыңыз келе ме, ол таңдау сіздің қолыңызда екен. Оны әдетке айналдыруға болады. Құрметті достар, осы пікірмен келіссеңіздер, басқа да өз ойларыңыз болса жазыңыздар. Осы бейне жазбаны, бейне сабақты ұнатсаңыздар, бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, таратыңыздар. Сіздерге табыс тілеймін. Good luck!